Амастар ма балар, қалдарын қалай? Балар мынандай бір есеп қарастырайық. Ара қашықтығы ВЦ 500 мм, АЦ 300 мм, кронштейнге массасы 2 кг жүгірінген. АЦ және ВЦ стержендердегі серпімділік күшін анықтаңыздар дейді. Енді ол үшін балар біз екі тәсілмен шығарып көрейік. Шамамыз келгенше алдымен АЦ В үшбұрышын қарастырайық. Осы АЦ В үшбұрышында F АЦ-ның ем-жыға қатынасы АЦ-ның АВ-ға қатынасы болады, көрініп тұр үшбұрышта. Сонымен айтқанымыз жазып жіберейік. F АЦ-ның ем-жыға қатынасы АЦ-ның АВ-ға қатынасы. Бірінші, осы жерден F АЦ-ны тауып алайық. F АЦ тең болады ем-жы көбейтілген АЦ бөлінген АВ. Енді АВ-ны баларына үшбұрышты қарайық. АВ дегеніміз енді бір катетімен гипотенузасы бар. Сондықтан Пифагор теоремасы бойынша АВ-ны өрнектеп шығарып аламыз. АВ дегеніміз сонда Пифагор теоремасы бойынша ВЦ-ның квадраты минус АЦ-ның квадраты болады түбір астында. Бұл үшінші теңдеуін 3-2 көбейтіп, қойып орнына АЦ-ны тауып алайық. Ем-жы көбейтілген АЦ бөлінген ВЦ-ның квадраты минус АЦ-ның квадраты түбір астында. Бұл біздің 4-ші теңдеу. Енді бәрі бар, орнына қойып, есептеп шығару ғана қалды. Сонымен F АЦ-ны есептеп шығарып алайық. Дайын тұр. F АЦ бізде 22 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм. АЦ-мыз 3 көбейтілген 10 минус 1 дәресі метр. ВЦ-мыз 5 көбейтілген 10 минус 1 дәресі метрдің квадраты алынған. 3 көбейтілген 10 минус 1 дәресі метрдің квадраты түбір астында. 5 пен 3 пен жұмыс істеген кезде балар 4 шығады. Сонда бізде шықты. Нарда минус 1 мен қысқартып берді. Килограмм мен килограмм қысқартты. Үстінде сонда 6 ньютон көбейтілген метр. Ал бөлімде 4 10 минус 1 дәресі метр қалды. Метр мен метрді қысқартайық. Сонда бізде қалды 15 ньютон шықты. Сонда F АЦ кронштейнге түсіп тұрған күштің шамасы 15 ньютон болды. Енді келесі. Тағы да осы үшбұрышпен жұмыс істейміз балар. Ем-жының F ВЦ-ға қатынасы АВ-ның ВЦ-ға қатынасы болады. Үшбұрышының ұқсастығына ем-жының F ВЦ-ға қатынасы АВ-ның ВЦ-ға қатынасы. Бұл біздің 5-ші теңдеу болып тұр балар. Осы жерден F ВЦ-ны өрнектеп шығарып алайық. F ВЦ тең болады ем-жы көбейтілген ВЦ бөлінген АВ. Бұл біздің 6-ші теңдеу. АВ-ны білеміз. Енді орнына қойып жазсалайық. АВ-ны Пифагор теоремасы бойынша және шығарып қойғанымыз F ВЦ тең болады ем көбейтілген Ж көбейтілген ВЦ. Пифагор бойынша ВЦ-ның квадраты минус АЦ-ның квадраты. Пифагор теоремасы бойынша не
толығымен өрнектеп ашып жаздық. Бұл біздің 7-ші теңдеу болды. Енді осы 7-ші теңдеуден FVC-ны өрнектеп шығара салайық. FVC тең болады. Емжіміз 20 ньютон. Жеке-жеке ашып жазайық. 2 килограмм көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограмм көбейтілген VC-мыз 5 10-1 дәрежесі метр бөлінген бөлшектің бөлімінде 4 10-1 дәрежесі метр шыққан Пифагор теоремасы бойынша. Сонымен -1 мен -1 қысқартайық, 5 пен 5 қысқартайық, килограмм мен килограмм қысқартайық. Сонда бізде шықты 25 ньютон шықты. FVC тең 25 ньютон болды. Бұл бірінші тәсіл. Енді екінші тәсілмен қарайық балар. Екінші тәсіл. Жазып қойын екінші тәсіл. Бұл жерде балар X, Y өсінің проекциясы бойынша қарастырайық. Сұлбаны тағы да қарап жүрейік. Y өсінде проекциясын жазайық. Y өсінде сонда бізде FVC минус емжі тең нөл өткен Y өсінде дені тыныштап тұр. Y өсі бойынша жазайғанда Y өсі бойынша Y өсіне FVC-нан Y өсіндегі проекциясы минус емжі тең 0. Бұл бірінші теңдеу. Осы жерден FVC-нан Y өсіндегі проекциясы емжіға тең екен. Қазір FVC-ны қарастыратын болсақ, емжіні орнына қоя саламыз. 2. Енді нарда балар Y өсіндегі VC-нан Y өсіндегі проекцияны табу үшін бұрышқа қарсы орналасқан катеттің гипотенузаға қатынасы FVC-тен FVC-ға қатынасы синус альфаны береді. Сұлба бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Соны жазайық. Сонымен FVC-тен FVC-ға қатынасы синус альфа. Бұл үшінші теңдеу. Осы жерден біздің мақсатымыз FVC-ны табу ғой балар. FVC тең болады FVC-Y бөлінген синус альфа. Тең болады FVC-Y екінші теңдеуде емжіға тең емжі бөлінген синус альфа. Міне балар тауып алдық соны FVC-ны. FVC тең болады емжі бөлінген синус альфа болды. Бұл біздің 5-ші теңдеу болды. Енді синус альфа жоқ. Тағы да үшпен жұмыс істеп жүрек балар. Бізде не бар? Бізде атысы бар. Одан кейін VC бар. Атысының VC-ға қатынасы косинус альфаны береді. Атысы V үшбұрышы бойынша жазып қояйық сіздерге түсінікті болу үшін. Үшбұрыш атысы V қарастырамыз. Сонда бізде шықты косинус альфа атысының VC-ға қатынасы шықты. VC-ға қатынасы. Бұл біздің 6-ші теңдеу. Енді арақта косинус альфаны табуға болады. Косинус альфа тең болады 3 10-1 дәрежесі метрді 5 есептің шартында бар балар. 5 көбейтілген 5 көбейту 10-1 дәрежесі метр. -1 мен -1 метр мен метр қысқарады. Тең болады 0,6. Сонда бізде косинус альфамыз 0,6 болды. Альфаны 0,6-да жоқшамайын 53 градус екен. Енді біз қазір FVC-ны табу үшін синус 53 градусты ала саламыз. Сонымен FVC тең болады емжі бөлінген синус 53 градуспен жұмыс істейміз. Емжіні енді орнына қоя салайық. 2 килограмм көбейтілген 10 еркін сөйлеудің бірлігін ньютон бөлінген килограммен өрнектесек, сонда бізге бірлігі шыққанға жеңіл болады екен. Синус 53 градуста мәні 0,7986 шықты. Сонда бізде жуық шамамен 25 ньютон болды. FVC-ны өрнектеп тауып алдық, 25 ньютон болды. Енді ойық сөсімен жұмыс істейік балар. Қане көрейік ойық сөсімен. Ойық сөсінде қандай күш әсер етіп тұр екен. Яғни FVC-Y-тен
минус F атысы минус F атысы тет 0 деп жазуға болады екен. Сұлба бойынша OX өсімен жұмыс істегенді. OX өсімен X өсіне бақтасы плюс деп алайық. Сонда F атысы Y минус F атысы тен 0. Бұл біздің 7-ші тенде болды. Осы жерден F атысы Y F атысы Y тен болады F атысыға тен-ші тендеу. Енді F атысы Y тауып алайық балар. Сұлба бойынша F атысы Y-тің F атысыға қатынасы косинус альфаны беретін не? Бұрышқа аргелі шыққан катеттің гипотенуза қатынасы сұлба бойынша балар. F атысы Y-тің F атысыға қатынасы косинус альфаны береді. Сұлба бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Соны жазып қойық. Сонымен F атысы Y-тің F атысыға қатынасы косинус альфа. Осы жерден F атысы Y тауып алайық. F атысы Y тен болады F атысы көбейтілген С көбейту косинус. Осы жерден косинус альфа. Мынау біздің 9-ші тенде болсын, мынау біздің 10-ші тенде болсын. Енді F атысы Y-ті өріңтеп шығарып алайық балар. F атысы Y-іміз сонда біздің орнына қойық. F атысы Y. F атысыны және біз тапқанбыз 25 ньютон деп. 25 ньютон көбейтілген 0,16 тен болады 15 ньютон. Ал F атысы Y біздің іздеп отырған және OX өсімен жұмыс етіп қой балар. Ол F атысыға тен. Сонымен F атысымыз біздің 15 ньютон болды. Сонымен жауабын жаз қойшы балар. Жауап екі тәсілмен істедік. F атысымыз 15 ньютон болды да F атысымыз 25 ньютон болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.